Елбасының жолдауы жаңа жаңғыру жолы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын талқылау мақсатында жиын өтті. Кездесуде елбасы үндеуінің басты бағыттары түсіндіріліп, жастарға жүктелген міндеттер жайлы сөз қозғалды. Азамат оқитын болады. Сонда қазіргі осы профессорлық құрамда жүрген Елбасымыздың халыққа жыл сайынғы жолдауы біздің мемлекеттігіміздің жаңа мазмұны болып қалыптасты. Әр жолдау Қазақстанды дамытуға арналған қадамның қозғаушы күші. Бұл шараға жиналудағы негізгі мақсат студенттерге оның басым бағыттарын түсіндіріп, патриоттық, отанға деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту. Қарағанды облысының жастар саясат мәселелері жөніндегі басқармасы, жастар ресурстық орталығы және басқа қоғамдық бірлестіктер болып, 2019 жылға өзіміздің жүзеге асыратын жобаларымыздың маңыздылығын да, мәнін де және көлемін де кешенді түрде қарастырып айқындайтын боламыз. Елбасымыз жолдауда жастарды тілге тиек етіп, оларды қолдау керектігін сөз еткен болатын. Қоғамның даму үдерісін ілгерілетудің жетекші күші жастар. Сондықтан келер жыл Қазақстан жастарының жылы деп жарияланды. Шаһар студенттері де өз сөздерінде жүктелген міндеттерге жауапкершілікпен қарап, артқан сенімді ақтайтындықтарын айтты. Қазақстанның болашағы біздің қолымызда болып келеді. Жастар әрбір саласында жұмыс істеп, Қазақстанды көркейтсе, біз өзіміздің көздеген мақсатымыз, яғни дамыған 30 елдің мемлекеттің қатарына қосыла аламыз. Кездесуге жиналған студенттер ортаға тасталған ой-пікірлерді барынталарымен тыңдап, толғандырып жүрген сұрақтарын қойды. Сондай-ақ дәстүрлі жолдаудың негізінде өңіріміздің жастар ресурстық орталығында көптеген жобалар қолға алынатындығы айтылды. Және орталық басшысы белсенді жастарды бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Әсем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.